Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай чизкейктан да нәзік әрі жұмсақ және өте тәтті қаймақты бәліш пісіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен ұнымызға мұздай сары майымызды аунатып алып, үккіштен өткіземіз. Және оларға қопсытқышымызды қосамыз, какаоны қосамыз, тұзды қосамыз. Сөйтіп осылай араластырып шығамыз. Және қолымызбен майды үгітеміз. Енді бөлек ыдысқа 2 жұмыртқамыз бен қантымызды әбден бір келкі болғанша араластырып алып, ұнға қосамыз. Және осылай қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз осындай болып шығу керек. Енді формочкаға осылай қамырымызды жайып шығамыз. Жан-жағын осылай бортик жасасаңыздар да болады, немесе жасамасаңыздар да болады. Енді кремімізді жасауға кірісеміз. Оған крахмал мен қантымызды бір келкі болғанша араластырып аламыз. Және үстіне жұмыртқаларымызды қосамыз. Кейін қаймағымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді начинка ретінде біз банан қосамыз. Оны осылай домалақтап турап аламыз. Кейін оны қамырдың бетіне осылай қойып шығамыз. Және үстіне құймамызды құямыз. Енді 180 градус қызып тұрған пешімізге бәлішімізді 50 минуттай немесе 1 сағаттай беті сарғайғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің қаймақты бәлішіміз дайын болды. Өте жұмсақ әрі нәзік болып шықты. Бетін осылай өздеріңіз қалағандарыңызша жетектер қойып безендірсеңіздер болады. Осы рецептіні жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар.